Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінде ерте тұрдым, демалыс күні уже ұйқы деген кетіп қалған. Ұйықтай алмайсың всегда. И бүгін мама папа көмектесіп жатырмын, өйткені бүгін заказдар көп түскен нанға. Сонымен еще оның үстіне ертең бізде свет пен судың ақшасы келіп тұр. Білесіздер, жан-жақтан қарыздар деген нәрсе бар, свет пен судың ақшасы бар. Соны төлеу үшін ақша керек. Мен сол үшін де қазір өзімнің телеграм ойынымды сіздерге ұсынайын деп отырмын. Сіздер де солай ақша тапсаңыздар болады. Мен сол ойынды ойнап, қазір ертең су мен светтің ақшасын сонымен төлейтін боламын. Солай сіздер де ойнаңыздар. Қай жақта жүрсеңіздер де сіздерге ыңғайлы процесс заданияларды орындайсыздар. Ол ешқандай пирамида немесе лохотрон емес. Қорықпаңыздар, ол жерде ешқандай ақша тігіп, ақша салмайсыздар. Менде негізінде фруктыдан, мандарин, апельсин, ананас дегендерге аллергия бар. Есіммен қараңыздар. Кішкене басылғаны так менде кәдімгідей аллергия беріп кеткен. Солай тағы да кімде осындай аллергиясы бар адамдар бар ма екен? Қатты жақсы көремін. Шыдай алмай жедім. Енді бетім бәрі қышып жүр. Бүгін барлықтарыңызға қалайсыздар? Мен бүгін мүлдем сторис салмаппын ғой. Жұмысқа келіп, қазір клиенттерімді күтіп отырмын. Бүгін ерекшесін әдем болып тұрмын, өзіме ұнап тұрмын бар ғой. Сол бүгін мен жұмыс, потом түстен кейін тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісетін боламын. Күтіңіздер. Достар, мен жұмысқа келіп те телеграм ботты ойнаймын. Қолым босаған уақытта қараңыздар, мен начать деп басам да, ары қарай тілді таңдаймын, потом начать зарабатывать и заработать. Ары қарай мінекей осы үшеуін біреусін таңдасаңыз болады. Мен посмотреть пост дегенді баса салайын. Мінекей осылайынан уже сізде автоматом жүреді и ары қарай сізге уже ақша түсетін болады. Оп-оңай. Достар, осылай кіресіздер, кіргеннен кейін осылай сіздерге шығады. Мен кеше ойнаған болатынмын. Мына жерде начать дегенді басасыздар. Одан кейін сізге тіл таңдау еркіндігін береді. Мен қазақ тілін таңдаймын, сізге түсінікті болу үшін. Ақша табуды бастауды басамыз және табыс дегенді басамыз. Ары қарай сізге бірнеше жолдарын айтады. Досты шақыру, каналға қосылу, постты қарау. Маған осы каналға қосылу жеңілірек болғаннан кейін, уақытында азалғаннан кейін осыны таңдаймын. Ары қарай осылай сіздерге оператив канал деп шығады. Подписка жасайсыз. Артқа шығамыз, және де одан кейін жазылымды тексеру дейміз. Все, сізге мінекей 700 теңге есептелді дейді. Ары қарай келесі каналға өтеміз. Қайтадан подписка жасаймыз. Және де дәл осы подписка жасағаныңыз үшін сізге ақша түсіп отырады, бар жоқ. Қыз келіншектер, мен керемет парақша тауып алдым, сонымен сіздермен бөліскім келіп жатыр. Енді біз қыз баласы болғаннан кейін үйдің әдем болып тұрған қалаймыз, ыдыс-аяқтарымыздың жылтырлап тұрған қалаймыз дегенде ғой. Қараңыздар, арзан бағада, қаладағы дүкендермен салыстырмалы түрде қарағанда арзан бағада ыдыс-аяқ және де мебельдер алғыларыңыз келсе, осы страницаны сақтап алыңыздар, және де көптеген выборларды олар WhatsApp чатқа салып отырады екен. Сол жаққа чатқа өтсеңіздер толық ақпарат ала аласыздар. Қазір мен қалдырамын осында. Қыздар, қараңыздар, мен қайда келдім? Сіздердің сүйікті мега дисконтқа келдім. Өткенде білемін, барлықтарыңыз бағаға қарап таң қалдыңыздар. Бүгін де тағы таң қалдырғым келіп тұр. Менің үстімдегі лукты қараңыздар. Үстімдегі кофтаның бағасы бар жоғы 3500 теңге, джинсының бағасы 4000 теңге. Және де қараңыздар, аяқтағы аяқ киім 5500 теңге. Сіздер мұның барлығын қаладағы дүкендерден енді нормально бағаға аласыздар.